томат соусындағы фрикаделькалар жасаймыз. Тартылған сиыр етін аламыз, пияз қосамыз, сүтте езілген ақ нанды саламыз, тұз қосамыз, кептірілген базилик, бұрыштар қоспасы, паприка салып, жақсылап араластырамыз. Фарштың ішіне моцарелла салып, онда аунатамыз. Фрикаделькаларды зәйтүн майында барлық жағынан қуырамыз. Фрикаделькаларды алып тастаймыз. Кейін зәйтүн майында пияз қуырамыз, сарымсақ қуырамыз, томат пастасын қосамыз, блендерде күтілген қызанақтарды салып, тұз қосамыз. Ең артында паприка, бұрыштар қоспасы, базилик қосып, 1 сағат бұқтырамыз. Кейін фрикаделькаларды саламыз, тағы да 30 минут пісіреміз. Асымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын, сіздермен бірге болған Дания.